қараңдар, мына челлендж қазірде тренд болып жатыр. Ерлік пен лайк қаспаған адам қорқақ. Ой, бұл оп-оңай ғой, тапсырманы орындасаң болды. Егер біреу шынымен жарақат алып қалса ше, қауіпті емес па? Қорқып тұрсың ба? Ойнама, біз қасынамыз. Ең бастысы батыл болу керек. Мен қорқып тұрған жоқпын, бірақ бұл ақымақтық сияқты. Ерназар, сен өмір бойы сақ болғың келе ме? Кейде тәуекелге бағу керек. Батылдығыңды көрсет. Қорқпа, еш қиындығы жоқ. Бірдеңе болып қалса ше? Біз осындамыз, бірдеңе болып қалса көмектесеміз. Жігіттер, мен ілініп қалдым. Қозғалмай тұра тұр. Ойнама, біз сені қазір түсіріп аламыз. Ерназар, кешірші, бұл жаман идея болды. Білесіңдер ме, біз батылдық басқаларға дәлелді деп ойлаймыз. Ал шын батылдық дұрыс емес нәрсеге жоқ деп айта білу. Дұрыс айтасың, біз тым әуестеніп кеттік. Қане, өзімізге қауіпсіз челленджді ойлап табайық. Мысалы, жақсы іс челленджі, мысалы, біреуге көмектесу, аула тазарту. Дәл солай, әрі лайк та жинаймыз, әрі ауламыз да таза болады. Батылдық бұл дұрыс нәрсе жасау. Енді біз нағыз батырмыз. Біз батыр емеспіз. Біз бір командамыз.